Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар мен қадірменді қонақтар. Бүгінгі тәуелсіздік күніне арналған тәуелсіздік бақыты ғой елімнің атты ашық тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тәрбие сағатымыз Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мерекесіне арналады. 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздік декларациясы қабылданып, Қазақстан өзін тәуелсіз ел ретінде жариялады. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздік күніміз еліміздің барлық азаматтар үшін орны ерекше деп білеміз. Я оқушылар, бүгінгі бізде мейрам қандай мейрам? Тәуелсіздік күні. Біз тәуелсіздікке қалай қол жеткіздік, соны білеміз бе оқушылар? Біз тәуелсіздікке ләззат сынды, ербол сынды, қайрат сынды батырларымыздың арқасында осы тәуелсіздікке қол жеткізіп отырмыз. Жақсы, рахмет. Енді бүгінгі біздің сабағымызды бастамастан бұрын Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалсын. Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар және қадірменді қонақтар. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің 28 жылдығына арналған тәуелсіздік бақыты ғой елімнің атты тәрбие сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздікке қантөгіссіз, бейбіт түрде қол жеткізгеннен кейін ғана еліміз әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қоса алдық. 28 жыл ішінде тәуелсіз қазақ елі қалыптастырып, нарықтың қиын өткелдерінен аман өтіп келеміз. Осы кезеңде Қазақстан дүние дидарының ең мықты мемлекет танитын, сыйлайтын деңгейіне жеткізген тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтай көрген саясаткердің ерен еңбегіне дәл бүгін және әрқашанда айтып өтеміз. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше мереке деп білеміз. Себебі осынау жүрекжарды қуанышқа толы күнді ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап күтумен өтті. 90 оқиғасының қатысты осы бейбіт өмірге жете алмаған ерлікпен қаза тапқан ағаларымыз бен апаларымыздың рухына басы иіп бір сәт еске алайық. Білімге біз туған ел құмар ұлтпыз, арман
Міне Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін алғанға дейін Кеңес Социалистік Республикалық одағы деп аталған ірі империяның құрамы еді. 80-ші жылдардың екінші жартысында басталған демократикалық қайта құралу Кеңес одағы құрамындағы республикалардың өміріне үлкен өзгеріс әкелді. Тәуелсіз ел болуымыздың бастапқы қадамы да сол күні жасалды. Кең байтақ бір жетпейтін жерім менің, таулы орман жасыл жайлау көлі менің, бүгінгі бар әлемге даңқы жетті. Тәуелсіз Қазақстан елім менің, дей келе екінші сынып оқушыларының орындауда қош, көк тудың желбірегені. Ол қай жақтың тумасы балалар? Көктері
республика тұрғындарының өзіне тән ерекшеліктері мен менталитетін бейхабар адам қолбенді тағайындар туралы шешімге наразылығын білдіру үшін студенттер мен жұмысшы жастар тобымен бірге Алматы архитектура құрылыс институтының бірінші курс студенті республика алаңына келді. Нешін келді балалар? Айтыңыздаршы. Олар қазақ жерінде орыстардың билегенін қаламады. Өзіміздің қазағымыздан бір туар азамат билесек деп ойлады. Ой, бәрекелді. 1987 жылы 1 қаңтарда Қайрат тұтқынға алынып, ату жазасына кесілді. Республиканы ұзақ жылдар бойы кім басқарды? Балқаш ауданының Желтораңғы ауылында дүниеге келген. Мәскеу түсті металдар мен алтын институтын бітіріп, тау инженері мамандығын алған. Техника ғылымдарының докторы, Қазақ КСР-ні ғылыми академигі 100-ден астам ғылыми еңбегін жарық көрген. Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің ғимаратының алдыңғы алаңда қайғына 17-ші желтоқсан күні таңертеңгі 7:08-де орталық комитетінің пленумының республиканың бірінші басшылық қызметіне қолбендің тағайындауы туралы шешімге наразылық білдірген ұрандар көтерген. Жалпы саны 200 және 300-ге тарта кімдер шықты? Жастар, студенттер. Республика жоғары басшылығының келісімімен милиция мен ішкі әскерлер күштері алаңды қоршап алды. Алматы гарнизоны бойынша номер 1 әскери дайындық жарияланды. Темір жол вокзалдары, аэропорттар, халықаралық жолдар жабылды. Сағат 11:30 минут өткенде алаң бос қалды. Жастар қала көшелеріне ауысты. Сап түзеге жастар милиция күштерінің бақылауында болды. Балалар, білеміз бе, сол кезде біздің ағаларымыз, апаларымыз қандай жағдайда болды? Жақсы болды ма, жаман болды? Өздеріңіз білесіздер. Ауыр жағдайда болды. Оларды милициялар не істеді? Тепкіге алды, шаштарынан тартты, тепкілерді соққыға жықты, дұрыс айтасыздар. Не себепті? Олар өйткені көтеріліске шықты. Дұрыс айтасыздар. Жақсы. Міне, сол сәттен бір көрініс. Брежнев алаңы 1986 жылғы 16-18 желтоқсан. Жақсы балалар, ал біз қазір қандай мемлекетпіз? Тәуелсіз мемлекетімізде бізде не бар? Елтаң бар. Жақсы. Енді біз тәуелсіз мемлекет болып қалыптасқанымызда өзіміздің жеріміз, туымыз, әнұранымыз бар, я? Сіздер жалпы біздің Қазақстанның тарихын, оның дамығанын кезеңдерін жалпылама білеміз. Мына тақтаға қарасаңыздар, бұлт тұр. Егер де мына бұлттың астындағы сұрақтарға жауап беріп, астынан күн шықса, біздің не істегеніміз? Дұрыс жауап беріп, тәуелсіздікті тарихын жақсы біледі деген сөз, я? Кім сұрақтарға жауап береді екен? Келе қойыңдар. Бибінұрдан бастайық. Көмектесе қойын. Сұрақ. Жер көлемінен 9-шы орында. Жақсы. Яғни жер көлемі бойынша 9-шы орында. Бұл да өте үлкен жетістік, е? Жақсы, Бибінұр. Отыра ғой, келесі жақсы келеді. Күннің сәулесі кішкене болса да көрініп қалды, е? Сізге бір сұрақты жолдаймын. Азияның 6-дан 1/4 бөлігін құрайды. Қазақстан Республикасы алып жатыр. Жақсы. Рахмет. Келесі. Амел.
Сұрағыңды оқи қой, содан кейін барып жауап береміз, ә? 1900 жылы 28 ақпанда біз ақша теңгерім берілді. Валюта күні, иә? Иә, валюта. Жақсы, отыра ғой, рахмет. Келесі, Анар. Бізде күннің жартысы көрінейін деп қалды. Бұл өте жақсы. Егер де сұрақтарға жауап бере алмаса, ол мына. Мың 1993 жылы 15 қараша